Make жанар бүгін керемет күн, әсіресе мына біздің ағамыз бен жеңгеміздің. Бұл кісілер менің қайнағаларым. Мен балзым үйінде, қайнағам үйінде, жеңгем үйінде керемет той. Бұдан артық той қуаныш жоқ қой деп ойлаймын, сіздерде де солай. Бір бала екеу болып еніп атса, жанға жан дейді ғой. Сіздер ұлды болып атсыздар. Құдай қаласа біз қызды болып, Құдай қаласа бүгін керемет бір олжаны қайтайық дегеніміз бар. Ақерке біздің әулетімізге қуаныштың, бақыттың несібесін ала келсін. Біз өте қуаныштымыз сіздермен, қуаныш. Құда болып атқанымызға, жақын болып атқанымызға. Бұдан ары қарай туыс боламыз енді. Сіздің бала біздің үйде жүрсе, біздің баламыз сіздің үйде жүрсе, туыс болмай біз қайда барамыз? Жан-жақты кісілер екенсіздер. Ең бастысы ата-аналарыңыз бар. Мәке сіздің мамаңыз бар. Сол кісілер, қариялар ұзақ жасасын. Бұл кісілер отырған жерінде әрбір отырыстың, тойдың көркі тілекші. Құдай қаласа ойлаймыз, үмітіміз бар, бізге де тілекші болады бұл кісілер. Сондықтан сіздерге Алла тағала денсаулық берсін. Үйде той көп болсын әулеттеріңізде, мәке. Бір қалада тұрамыз, әлі талай көрісіп, жүздесіп, басымызда Құдай тойда ғана жазуға жазсын. Бүгінгі болар той жақсы өтсін, балалар бақытты болсын. Құдай қаласа қазір сырғасын салып, белгісін белгілеп, менің Данияр балзымның мәңгілік жолдасын көруге Құдай несіп етсін. Той көп болсын, уайым жоқ болсын. Бүгін сіздердің жайдарларыңызды көріп, ықылас көңілдерін көріп, бір керемет ән айттым көріп тұр осы. Оны айта бермейтін едім. Көңілім қатты толқып, мынау қайнағамда бүгін біраз әндерге қосып кетіп жатыр осы. Арқасы деді бұндайды ондай жоқ еді. Сол сіздердің ықылас көңілдеріңізге қатты шалқып толқып отырмыз. Солай бола берсін әрдайым. Ал құрметті құдалар, басталып жатқан тойларыңыз құтты болсын. Аға, тәте, енді келінді болайын деп жатсыздар. Ол сіздерге адал келін болсын, бәрімізге жақсылық болсын, екі жаққа бірдей болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, осы үлкен кісілер аман болсын. Тек қана жақсылық тілейміз. Данияр мен Ақерке үлкен үлгілі отбасы болсын. Айтқан тілектеріне қосыламын. Мен Ақеркенің апасына боламын. Бүгінгі той құтты болсын, жастарымыз бақытты болсын. Ақерке екеуміз тату болайық. Ата-анамызды бақытты болуға тырысамыз. Аминь. Молодец-то. Хабарлап жейді, суретке түсіп олайық бірінші, естелік болсын. Енді мынау қуанды құдамыз әдемет деп отыру, біздің бала, сіздің бала екеуміз енді ортақ болдық деп. Мынау бір ағамыз осындай жалғыз ұлын үйленем деп үйдің шатырын істеп жатса, рахмет маэстро, шатырын жөндеп жатса, Астанадан бір үлкен джиппен келген құдасы келіпті. Әлгі құданы төбеде тұрып қарсы алған ағамыз ассалаумағалейкум, құдаке кіре бер десе, бір 3 минуттан кейін жигулимен келген құдасын әлгі ағамыз төбеден секіріп түсіп, құшақтап қарсы алып, екеуінің сыбағасын беріп шығарып салып тұрса, әлгі жанында тұрған көршісі қарап тұрып сыртынан айтқан екен: "Ай көрші, түсінбедім, әдемі Астанадан джиппен келген құдаңды төбеде тұрып қарсы алдың, жаман жигулимен келген құданы балаша жүгіріп қарсы алдың, бұның сыры не?" десе, көршісі айтқан екен: "Оның ешқандай сыры жоқ. Просто ананың қызы біздің үйде, біздің қыз ананың үйде" деген екен. Сол сияқты енді еліміздің баласы деп жатқан ұлдарыңыздың, қыздарыңыздың бағы жансын. Түрекеңізге енді қаттырақ қошемет. Бір ән шырқайды, билейтіндер болса билесін ортаға.